Ассалаумағалейкум. Қазақтың жайсаңдары қалайсыздар? Амансыздар ма? Ассалаумағалейкум. Жасына толатын кезде кете барды. Betayında böyle geldi. Aldık kullanalım. iPhone olayınca onu göstermeyin. Ben telefonla oturup sürülmeyin. Otursam turamayım, otursam oturamayım diye koyarım. Kim? iPhone aldık. Kolay olsun, insan kolay. 19'dan ceza almışsın, kutlu olsun. İyi. Malumat kalıyor. Kolay mı? Juş gerekler, juş gerek. Kaçan çoğasın? Ana oğlum sorma, kaçtın çoğuya? Yok. Bir maçı çekti ya. Yakınıрақ zayn topal Sözмен де, ісімен де ұлттың намысын қайраған бірегей тұлғайды. Мұхан өлең арқылы халықтың жүрегіне жол тапты. Қайталанбас жырларымен қазақ поэзиясына тың серпін әкелді. Сөз өнерінің шебері, терең ойлы, биік рухты ақын атанды. Шахановтың шығармашылығы тек көркем дүниелер жиынтығы емес, тұтас бір дәуірдің рухани айнасы болды деп айтуға толық негіз бар. Ол поэзияға азаматтық үн, өршіл рух, ұлттық намысты дарыта білді. Расымен әрбір ақынның әрбір өлеңі оқырманды ойландырмай қоймайды. Оның жырларында азаматтық құндылықтар, ар-ождан, әділет, махаббат, елдік мүдде терең астасып жатыр. Сондықтан Мұхтар Шаханов қазақ поэзиясының мазмұнын байытып, оның қоғамдық салмағын арттырған қаламгер атанды. Ол сөз арқылы ұлттың рухын көтеріп, санасына серпіліс әкелді. Мұхтар Шаханов қаламгерлік пен қайраткерлікті қатар ұстаған тұлға ретінде де ел жадында мәңгі сақталады. Ол қай кезінде де әділеттілік ұлт мүддесін қорғаудан тайынған жоқ. Кеңестік кезеңнің өзінде арал тағдырына араша түсуі ағамыздың айқын азаматтық ұстанымын көрсетті. Ол Мұхтар ағамыз болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілікті терең сезіне білгенін айшықтайды. Ұлттың ең өзекті мәселелердің бірі тіл тағдырына келгенде де Мұхтар Шаханов әрдайым алдыңғы шептен көрінді. Қазақ тілінің мәртебесін көтеру жолында табандылық танытып, ана тіліміздің абыройын арттыруға өлшеусіз үлес қосты. Мұхан ұлт мәселесі сынға түскен сәттің бәрінде тайсалмай елдің сөзін сөйлей білді. Бұған желтоқсан оқиғасының ақ қарасын анықтау жолындағы азаматтық ерлігі айқын дәлел. Ағамыздың ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға, оның ішінде Наурыз мейрамының қайтадан халықтық сипат алуына да қосқан үлесі зор.
Мұхтар Шаханов мемлекеттік қызметте де абырой биігінен көріне білді. Тәуелсіз Қазақстанның бауырлас Қырғыз еліндегі тұңғыш елшісі қызметін атқарды. Осы кезеңде ағайын екі халықтың мәдени рухани тұрғыда бұрынғыдан да жақынға түсуіне көп еңбек сіңірді. Қырғыз зиялыларымен, оның ішінде Шыңғыс Айтматовпен жақын дос, сырлас, жолдас болды. Жоғары кеңестің және парламенттің депутаты ретінде де ұлттық парламентаризмді дамыту жолында айқын қолтаңбасын қалдырды. Қайраткердің ұлтқа сіңірген еңбегі мемлекет тарапынан жоғары бағасын алды. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың шешімімен Қазақстанның еңбек ері атанып, Отан орденімен және басқа да наградалармен. Мұхтар ағамыздың қайсар мінезі, жоғары парасат пайымы, ғибратты ғұмыры жастар үшін қашанда үлгі. Оның шығармалары азаматтық үні, қайраткерлік болмысы әр буын үшін өнеге болып қалатыны сөзсіз. Қадірлі ағайын, орны толмас ауыр қазаға байланысты баршамызға тағы да қайғырып көңіл айтамыз. Алла ағамыздың алдынан жарылқасын. Иманы жолдас, жаны жәннатта болсын. Ағамыздың жарқын бейнесі қашанда біздің жүрегімізде сақталады. Президентімізбен қатар премьер-министр Олжас Бектеновтың, премьер-министрдің орынбасары Аида Ғалымқызы Балаеваның көңіл айтулары бар. Балаева біздің ортамызда тұр қазір. Жалпы Мұқан дүниеден өтті дегенді естігенде бүкіл Қазақстан қара жамылды, аза тұтты. Бүкіл Қазақстанның облыстарының бәрінен қазір осында делегация келіп отыр. Көңіл айтулар келіп жатыр. Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Әзірбайжаннан, Тәжікстаннан, Ресейден Мұқанға арнайы көңіл айтулар келіп жатыр. Жаңа айтылып кетті, Мұқан қай салада жұмыс істесе де тек қана қазақ үшін өмір сүрді. Қазақ деп жүрегі тоқтағанша қазақ деп өткен бір адам болса, бір ақын болса, Мұхтар Шаханов. Ол мына 2000 жылдары көршілес туысқан Қырғыз еліне Қазақстанның елшісі болып барды. Сол кезде Қырғыз бен Қазақстанның арасындағы мәдени байланысты өте ерекше қалыпқа түсірді. Қаншама біздің өнер адамдар, ақын жазушылар Қырғызстанға барды. Қырғызстаннан бізге қаншама ақын жазушылар, өнер адамдары келді. Соның бәрінде біздің Мұқанның еңбегі бар еді. Бүгін Қырғызстаннан арнайы делегация келіп отыр. Қырғыз Республикасы президенттің кеңесшісі, жазушы Шолпанбек Абхаев бастап келіп отыр. Оның қасында Марат Тағаев, Қырғызстан мәдениет, ақпарат және жастар саясаты министрінің орынбасары, Қаныбек Иманалиев, Қырғызстан жазушылар одағының төрағасы, Асан Жақшылықов, Қырғызстан Республикасының ел жазушысы, Қожагелген Күлтегин, Қырғыз Республикасының халық ақыны, Райымжан Құрбанов, Республикалық Қырғыз тілі қоғамының президенті, Өмірбек Телебаев, ақын журналист. Осындай арнайы делегация біздің Мұқанды қадірлеп, Мұқанды жоқтап келіп отыр. Қазір сөзімізді Қырғыз Республикасының президенттің кеңесшісі, жазушы Шолпанбек Абхаевқа бергіміз келіп отыр. Келіңіз. Саламатсыздар ағайын құрбандар, Орыс қазақ елі Мұқан ағамның тағиясында
президенті Садыр Нұрғалиевичтен көңіл айтусын оқуыма тапшырылғанымда ошоны сіздерге оқып қоюға рұқсат беріңіздер. Ардақтуу Қасым-Жомарт Кемелұлы, қадірлі қазақ ағайындар, қазақтың ұлы қырғыз ел ақыны, белгілі мемлекеттік жана қоғамдық ишмер, Қазақстандың Қырғызстандағы тұңғыш елшісі, Чыңгыз Айтматовтың жана бүлдө қырғыз елінің досы Мұхтар Шаханов үйіне салды деген суық хабарды өте қайғыруу менен кабыл алдым. Мұхтар аға Боордош қазақтың эле эмес, калтайган кыргыз элинин калп агасы, Даянар тоосу эле. Демек кыргыз журтчулугу дагы бир аскар тоосунан, дагы бир руханий таянычынан ажырап, бир капталы ишенip жүрөгү канап турган учуру. Мындай залкар инсандын келбес жайга кетишин элибизде билбегенге бүтүндөй бир доор кетти деп коюшат. Чындыгында эле Мұхтар аганын ак оюн сунушу менен бүтүндөй түрк ааламын бир доор кетти, татин дүйнө. Қазақ бабаларыбыздын адилеттүү үчүн хандан бектен кайра тартпаган көк жал мүнөздү боюна сиңирген Мұхтар ага совет доорунан эле андан кийин деле ата мекенин тагдыры үчүн Каражанын канжыгага байлап, чындыкты чыркырата бетке айтып келген алыс жакынга жакшы келгендиги алыска жакынга жакшы маалым. Учурунда куугунтукка калса да моюн бербей, желтоқсан окуясы боюнча ачык пикирин жалтанбастан айтып турганы эсибизде. Өөнүн эки көчүндөй бир тууган казак кыргызга бирдей күйгөн. Анын акындык жана акылдуу күнү толук. Мекенчи уулунан ажырап, кайгырып турган бир тууган казак агайындарга, акындын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Белди бекем болуп кайрат кылыңыздар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нурғалиевич Жапаров. Агайын туугандар, жогоруда президенти Садыр Нурғалиевич айткандай, чынында эле Мұхтар ага Кыргыздын дагы атактуу уулунун бири болуп калган эле. Ошондуктан Кыргызстандан калбайган чоң делегация келип, мына бүгүн ушул тазияга катышып отурабыз. Агайын тууган жат казак элине көңүл айтабыз. Жакындары кайрат кылыңыздар, агабыздын жаткан жери жайлы абырагы торкобузун. Муну тапшырып коюп уруксат этиңиздер. Ұлы Мұхтар Шахан 87 жылдары КСРО жоғары кеңесінің депутаты болды. Сол депутат ол кезде бізде біраз депутат болады. Соның ішінде Мұхтар Шахан ерекше депутат болды. Ол желтоқсан көтерілісі туралы ең бірінші рет Кремльде айтып, өзінің соңына ерген інілерін қорғап қалды. Қазақ ұлтшылдығы дегенге қарсы сөйледі. Міне содан бері одан кейін мұқам біздің өзіміздің тәуелсіздік алған мемлекетіміздің мәжілісінің депутаты болды. Онда да өте керемет депутаттардың біреуі болса, сол Мұхтар Шахан еді. Қазір сөз кезегін Қазақстан парламент мәжілісінің депутаты, қоғам қайраткер, ақын, журналист Жанарбек Әшімжанға береміз. Ардақты әлеумет құрметті ұлт әдебиетінің жанкүйерлері, мәжіліс төрағасы Ерлан Жақанұлы шетелде сапарда жүруіне байланысты біз бір топ мәжіліс депутаттары Альберт Рау, Қазбек Иса, Айдос Сарым, Мақсат Толықбай, Ринат Заид, Болат Керімбек арнайы делегация келіп отырмыз. Жаңа Мереке ағамыз айтып өтті, жоғары кеңестен кейін тәуелсіз Қазақстанның 3-ші шақырылым депутаты ретінде өзінің ұстанымынан бір сәтте кейін шегінбеген ұлттық мұраттар жолында ақырына дейін таусылған дейін күрескен, тірескен қазақтың ұлы ақынына мәжіліс төрағасының көңіл хатын
оқып беруге рұқсат етіңіздер. Бірінші, ұлтына адал қызмет еткен бір туар тұлға, әйгілі ақын, мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы Мұхтар Шахановтың дүниеден өтуіне байланысты отбасына, туған туыстарына және халқымызға орны толмас ауыр саясатқа ортақтасып көңіл айтамын. Ардақты әлеумет, алақандай Алатаудың бір қолтығында қасқасу дейтін ауылда бесігін тербеген. Мына әлем әдебиеті, қазақ сөз өнері дейтін орбитаға алып шыққан космодромы отырар алабы болды. Бүтін бір мектеп қалыптастырды, тек қана қаламмен, әдебиетпен айналысқан жоқ, қоғамдық саяси кеңістікте де ұлы есім ретінде мәңгі ел халықтың жадында сақталады. Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасқан тұлғалары Шахановтың болмысына өзіне ұқсауға тырысты. Осы күндерде кейінгі буын кешегі алыптардың соңғы өкілі Мұхтар Шахановты жас буын кейінгі толқын мәңгі есінде сақтайды. Жатқан жеріміз жайлы, топырағымыз толқа болсын, бақыл болыңыз аға. Әмин. Әр адамның өзінің туған жері болады. Шахановтың туған жері жаңағы айтып отырар болса, оның рухани туған жері Алматы. Алматыда Шаханов болды. Алматыда Шаханов халықтың Шахановы болды. Алматыда Шаханов құлағында айналды. Бір сөзбен айтқанда, Алматы Шахановты қалыптастырды, өсірді, үлкен тұлғаға дейін жеткізді. Қазір сөзді Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалдыға береміз. Саламатсыздар. Құрметті қайғы жиынға жиналған қауым, ардақты ағайын, міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Осыдан бір апта алдын ғана біз Есмұхан ағамызды осына қауым болып шығарып салған еді, соңғы сапарда. Бүгінде өкінішке орай Мұхтар Шаханов ағамызды да осындай жиын болып қоғамға соңғы сапарға шығарып салып тұрмыз. Мұхтар Шаханов ағамыз қазақ руханиятының биігіне айналған, туған еліне аянбай еңбек еткен, ел тарихындағы ірі бір тұлға ретінде қалыптасқан еді. Ол елді мекенде тіл тағдыры, ұрпақ қамы жолында аянбай еңбек етіп, қоғам қайраткері ретінде артында үлкен із қалдырды деп айтуға болады. Ағамыздың адами қасиеті, азаматтық ұстанымы, қайсарлық болмысы бүкіл халық үшін үлгі болды. Сондықтан да ағамыздың өнегелі өмірі, жалынды жырлары әрқашанда біздің жүрегімізде сақталып, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса беретіні сөзсіз. Қазақстан еңбек ері, халық жазушы атанды. Көзі тірісінде елдің құрметіне бөлінген ағамыз әрқашанда біздің жадымызда сақталады. Ол шын мәнінде уақыттан озған тұлға, ол ұлттың үні, биік рухтың символына айналған ағамыз еді. Өкінішке орай арамыздан осындай сыйлы азаматты ажал алып кетті. Бірақ амал қанша, енді Алланың ісі болғаннан кейін біз сабырмен қараймыз. Алайда ағамыздың жарқын бейнесі, терең ойлары, асқақ рухы біздің тарихымызда таңбаланып қала береді. Қаламгердің артында қалған бай мұрасы, асыл сөздері, өшпес өнегесі біздің жүрегімізде сақтап қала береді. Ағамыздың рухы шат, жаны жәннатта, иманы саламат болсын. Рахмет. Мына қазақта бүкіл әлемге танымал ақындар көп емес. Олжасты айтуға болады, Шахановты айтуға болады, тағы да кейінгі жігіттерді айтуға болады. Бірақ ең көп аударылған, әлемге ең көп танылған бұл Мұхтар Шаханов.
Жақанов Қытайда да үлкен залдарда өлең оқыды қазақша. Жапон елінде де оқыды, Корея елінде де оқыды, Европаның түгел елінде өлең оқыды, Америкада өлең оқыды. Өзім мақтанып айтатын, менің өлеңдерімді Жапонның бір қызы 1 сағат айтып шықты. Тағы да сондай үлкен оқиғалардың басқасында ақын Шаханов тұрады. Ендігі кезекті сөзді Мұхтар Шахановтың рухани інісі, қазақтың көрнекті ақыны, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер Ұлықбек Есдәулетке береміз. Өзінің ерекше айтатыны түрік дүниесіне сіңірген еңбек үшін деген сыйлық еді. Ол шынында да күлді дүниесіне қалтқысыз қызмет етіп кетті. Алдар оқып берген тұр. Ұлттың ұлылығын, терең мәнін, жаны мен қайсар рухын бойына сіңірген, ұлы даланың дауысын әлемге жеткізген, ойлары оқырманының өзегін өртеген ақын өмірден өтті. Бірақ бір таза шындық бар, әлем өтсе ғалам жаңарса да дәуір өзгерсе де ақын өлмейді. Ол ақынның сөзінің түбірінде мәңгілік өмір сүреді. Ақынның тазалығы мәңгілік тазалық. Білетіндер мен түсінетіндер үшін Мұхтар Шаханов шындықтың символы, ұлы даланың қыраны, биіктіктің ұлы бол. Дәуір өтіп барады, ақымақтардың ғасыр келе жатыр деп Емдемге Түршенге жазғандай, әрбір сөзі, тұрысы, ойы, көзқарасы дәуірдің қан тамырына айналған Мұхтар Шаханов жалған әлемнен кетіп, шындық әлеміне енді. Мұхтар ағамыз қазақтың жаны еді. Соңғы сөзіне дейін шындықпен өмір сүрді, шындықпен сөйледі, шындықтың жолында адамдардың әлеміне айналды. Қырғыз халқын сүйетін және оған бар махаббатын арнайтын адам болса, ол Мұқан ағамыз сияқты болады. Бүгін біздің де туымыз төмен қарады. Жаныңыз жұмақта болсын Мұхтар аға. Сұлтан Ыбыраев, Түрксой халықаралық ұйымының бас хатшысы. Бұл адам құрметті қауым, бұл адам дүниеден өткенде оның бір дәуір қоса кеткендей болады. Өйткені таудың бұлауы ол тастың домалауы емес. Оның орны ерекше. Опырайған өлеңнің орны ешқашан толмас шұғын, еш ақылға ұқсамайтын өлеңдер жазды. Қашан өз жолымен жүрді. Ауыздың тірілген деп қайта оралған деп жүгірді. Аралды толтырам деп арбалысты, желтоқсан шындырма ашты, қоғамдағы кемшіліктермен айқасты, тіл үшін тартысты, жер үшін жандасты, кеден одағына қарсы күресті. Бір адамның ғұмыры жүрмейтін мылтықсыз майданның алғы шерінде мерт болды. Қайтпас қайсарлықпен жүріп, қайтпас сапарға аттанды. Қайраткерліктің үлгісі бола білді. Шындық пен әділдікті өмірінің темір қазығына айналдырған ақын. Қиямет мынау Алматыға ақбоз атпен келіп еді. Енді өзі туған, өзі өскен, өзі қорғаған Қайырханмен бірге отырарға ақбоз атпен қайтып бара жатыр. Мұқан білгенде Қарабидің жалғасы бола білді. Ол Мұқандарымыз Қарабидің де туған еді. Енді ағамыздың қиямет қайымның кейін қыстауына қайырламай жұмақтың жайлауын мәңгілік жайлаңыз, Мұхтар аға бақыл болыңыз дегім келеді. Рахмет. Қадірлі ағайындар, қадірлі алматылықтар, қадірлі зиялы қауым. Біз Мұқанмен қоштасып, және қазір оны отырарға шығарып саламыз. Осында Түркістан облысының әкімінің орынбасары Ертай Алтаев бастаған делегация келіп отыр. Інісі Сейітжанов келіп отыр осында. Солар қазір Мұқанның мәйітін алып кетеді. Ұлы Мұқанды, кемеңгер Мұқанды әрине Алматы қимайды. Бірақ шешім осылай болды. Мұқан кетеді.
жұртқа жатқан жерің жарық болсын. Қош асыл аға, қадірлі ұстаз, қазақтың Мұхтар Шахан. Осымен таралы жеңіл жабылды. Біз бірге шығарып салатын боламыз. Шығарып салуға алып кетуге Шымкент облысынан арнайы әкімдік келді деп айтады. Мен Шымкент әкімдігі салмағым. Арнайы келді дейді. Қазір халықпен бірге, жамағатпен бірге. Бақыл болуға, Мұхтар аға. Шымкент қаласының әкімдігіне рахмет, келіп алып кетіп ниеттеніп қазір үшпен бірге артынан барамыз. Өте қиын, өте қиын мұндайды көру. Қош бол аға, қош аға. Осылайша бір ғұмырда таусылды. Қазір бірге, сіздермен бірге соңына дейін шығарып салайық. Жадастар берген дүние деген осы. Жиналған қауым қанша адам, Алматының барлық тұрғыны Мұхтар ағамен қоштасуға келді. Сіздерге көрініп тұрмам, маған көрініп тұрған жоқ. Барынша жоғары созуға тырысам қолымды. Не болып жатыр? Мұхтар Шаханов шығарып салу болып жатыр. Ар жақта сұхбат алып мына жерден өнер адамдарын көрсеңіздер болады. Мына жерде танысаңыздар, біраз сериалда болған кісі. Сұхбат тыңдайық, теңіздер не айтар екен? Қазақша сөйлей аласыз, иә? Қырғызша. Қырғызменен қазақ оқимын. Өзіңізді таныстырып тұршы, аты-жөніңізді қызметіңіз, қазіргі қызметіңіз қандай? Мен Қырғызстаннан келдім. Аманова Салтанат Абдулдаевна, Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңесінің депутаты болдым. Мұхтар ағамен байланысыңыз бойынша айтыңызшы, қандай? Енді Қырғызстанда 10 жылдан астам уақыт іші болғаны белгілі, иә? Ол жақтында да ақын жазушылармен өте тығыз рухани байланысы өте жоғары болған ол кісінің. Қырғыз халқының халық жазушысы. Айтыңызшы, жалпы қырғыздар қаншалықты рухаңды жақсы көреді?
басқа жақты көрейік қазір кімдер беріп жатыр екен сұхбатты. Иә, дұрыс айтасыз, қырғыз кісілер бірден орамалмен жөндеп келген. Мына жақта қырғыз ағайындарды көп байқауға болады. Айырқалпақ деген адамдар көп. Блогерлер бар ма? Білмеймін, блогерлерді көрмедім. Керек кезде таппайсың ол блогерлерді. Қай қала? Алматы қаласында. Қай жерге жерлейді сұрашы дейді. Түркістанға отырарда Арыстан баб кесенесінің маңына жерлейтін болды. Қазір мүмкіндігінше сіздерге сұхбаттардан, естеліктерден беруге тырысамыз. Әзірге шыға қоймаңыздар. Привет, қалайсың? Аман есен. Кіммен алып сұхбат? Мен прямойдан просто. Неше адам бар? Ана кісі алып жатыр. Кім депутат екен Қырғызстан. Аға кім? Зиялылардан кім бар? Зиялылардан кім бар айтшы? Көрдің бе? Асан кім ақылсыз? Несенler ма? Прямойданбыз. Қайсысында? Ақшамда? Инстаграмда. Топ 38. Инстаграмға сол қосылмады. Су салып отты, балнық су отты, мен прямо жоқ. Иман келді ма дейді. Имандар жүре. Мына жерден сұрасаңыз. Қазақтың өлеңін, қазақтың жырын, қазақтың поэзиясын бүкіл жер шарына таратқан Мұхтар Қоштық. Сондықтан да Мұхтар аға менің рухани да поэзиядағы да ұстазым. Сондықтан ұстазым арнап мен бүгін ақын өтті өмірден деген өлеңді оқып берейін. Ақын өтті өмірден, жыр әлемнің сөнгендей дара күні, өтті өмірден ұлтымның өр ақыны, өтті ақын өмірден аксиома, сан жүректе атауының қалатыны, ұлт үшін, ұлт тіл үшін, отан үшін, сансыз өткен заманның бет алысын, өтті әлем өмірден қазақ үшін аянбай еңбек еткен от арысың. Сезімін қорғап талай бұрымдының, сан жырлады ол махаббат жырын бұрын. Ақын өтті өмірден енді халқым, Шахановтай жырлайды мұңымды кім. Өткенде ол ақыны бүгінгінің, жанарға тамшы жас боп ілінді мұң. Айырылдың халқым Мұхтар Шахановтан, жыла қазақ жылайтын күн бүгін. Замана саясатқа болсаң қайлы, енді ақындар көрсеткен, елді ақындар көрсеткен жол шыңдайды. Көңіл айтам бәріңе, халқым бүгін жатқан жері ақынның болсын жайлы. Абдрахман Белғожаев, республикалық сөз өнері газетінің редакторы, Алматы қаласы. Жатқан жері жайлы болсын. Рахмет аға. Жекке жетерлікті оқыдағамыз. Птичкам бер, пожалуйста. Сөмкеде ол. Сөмкеде, сөмкен тауылы. Алып кетті ендігі дейді, алып кетті. Кім түсінді өлеңді? Шынымен де кім түсінді өлеңді? Негізі түсінген адамға зор нәрсе етті. Тамаша өлең керемет жазған. Иә, тамаша өлең шынымен де керемет жазған. Жылайтын күнде. Шынымен де жылайтын күн болып тұр. Сваркілер қайрат алып кеткен ғой балғардың. Қай жақ? Алматы қаласы, Алматы қаласы. Сіз бармайсыз ба дейді.
Ол кісілер енді Шымкентке кетіп бара жатыр. Біз Алматыдамыз. Өкінішке қарай біз шыға алмаймыз. Енді бұйырса Шымкенттегі жігіттер тікелей эфирге шығып алуы мүмкін. Ғасыр адам ғой дейді, иә, ғасыр адамы. Алып кетті ме? Иә, алып кетті. Желейтін жері сол Түркістан болды. Қай жерге жерлейді? Отырарға жерлейді. Иманды болсын ағайын. Мына жерде сұхбат беріп жатыр екен, қателеспесем Ханшайым жары болуы мүмкін. Көрсететін жері қайда екен? Біраз бір минут күте тұрыңыздар. Ой, қасқаннан түсетін жері қайда? Жерледі ма дейді? Жоқ, жерлеген жоқ, бүгін қоштасу. Бүгін қоштасу. Не көлікпен жеткізілді. Қателеспесем ұшақпен апару керек. Мұхтар аға отырада туылды ма дейді? Түркістанда, иә, отырада. Сол жерде не екен? Кәмі сұхбатты тыңдайық, ел не деп жатыр екен. Сүлейменовтен басқа ешкім қолдамаған естідім. Содан кейін ана апарып Біржан ағаның қолына 1000 қолды ұстатыпты. Себебі о жерде Назарбаевпен болды, сенің қандай правың бар, кім саған рұқсат етті, кім сенен сұрады мұны деп талап еткен екен. Сол кезде Мұхтардың қолына барып, жаңағы 1000 жастардың қол хаты барды. Сонымен әлгі Біржан ағаға бердім, бірақ та біздің депутаттардан ешқандай қолдау табылмапты деді. Сонымен енді сол қолдауды ұйымдастыру керек деді. Келесі кешкісін бәріміз жиналдық дағы. Сол қолдауды ұйымдастыру үшін басқа Қазақстанның басқа депутаттар, Қазақстандық емес басқа депутаттарға біз дегенің телеграмма жіберуіміз керек болды. Сонымен оны фамилиясы қайдан білеміз? Кім екенін білмейміз басқа елдерден, басқа республиканың депутаттарын. Правда газетін алып отырып, сол жерде барлық шыққан сөйлеген басқа республиканың депутаттарына елшісінен бастап телеграмма жіберді. Ағайын міне. Кетті. Атамыз кетті. Дыбысты дұрыстаңдар, естілмей жатыр ма? Оны айтыңыздар. Мұнда амандай ағаш бірдеңе деп жатыр. Алдынан жарылқасын алдымен. Басқа депутаттар айта алмаған сөзді еркін айтып деді. Енді Құдайға шүкір де керек, бұл кісінің енді тағдырының өзі алайды дейді ғой, мінезі секілді. Жұрттың айта алмайтын нәрсесін айтады. Бұл ерекше жан. Өскелең ұрпақтар Мұхтар Шахановтың кітабын оқып, поэзиясымен сусындасаңыздар, қазақтың қандай адам екенін, қазақ қандай адам жалпы деп сұраған кезде Мұхтар Шаханов көрсетсе болады. Өйткені ол кісінің әрбір сөзі мірдің оғындай, нысананың онын ұрып, майдан қысу тұрғанда қарағылды қақ жарып ауыз орақтың бабалардың ізімен Мұхтар Шахановтың мінез-құлқы, жүріс-тұрыс әрекеті ерекше жан еді. Ағайын, осымен тікелей эфирді аяқтаймыз. Болғандарыңызға рахмет. Мұхтар ағаны шығарып салдық.